Перекстің пайдалы қасиеттерін білесіз бе? Сутегі асқын тотығы перекс водорода мүлде қауіпсіз және табиғи антисептик. Бұл арзан әрі жоғары әсерлі сұйықтық әр үйдегі дәрі қобдишасында болуы тиіс. Оның көмегімен жарақаттарды залалсыздандырады. Сонымен бірге оны дәстүрлі емес мақсаттарда да қолдануға болады. Ол үшін 3% сутегі пероксиді қолданылады. Оны кез келген дәріханадан оңай табасыз. Киімдерді ағартады. Жуылған ақ түсті киімдер мен сүлгілерді 1 стакан сутегі асқын тотығы қосылған суда шайып алыңыз. Бұл ақ түсті киімдердің уақыт өте келе сарғайып кетуінен сақтайды. Сондай-ақ кетуі қиын дақтарды да кетіруге көмектеседі. Ол үшін дақ тиген жерге азырақ ерітіндіден жағып қойып, бірнеше минуттан кейін щеткамен ысқылап жуып, салқын сумен шайыңыз. Аяқтағы саңырауқұлақ бірдей мөлшерде су мен сутегі тотығын араластырып, күн сайын кешке қарай аяқтың зеңді аймақтарына жағып қойыңыз. Мойын ауруын басады. Ұзақ уақыт жайсыз қалыпта отыратын адамдар үшін таптырмас құрал. Егер мойныңыз құрысып қалып, мойын бұлшықеттерінде ауырлық сезінсеңіз, орамалды осы ерітіндіге малып, мойныңызға тағып алыңыз. Сыртынан сүлгімен орап қойыңыз. Мұндай компрессті 10-20 минут ұстау керек. Ол мойын бұлшықеттерін қыздырып, ауру сезімін жояды. Мұрын бітелуінен қорғайды. Ол үшін 1 қасық сутегі пероксиді мен 1 қасық газдалмаған минералды суды араластырып, спрей ретінде қолданыңыз. Ауыз қуысының ауруларын емдейді. Қызыл ек, ұрт, тіл аумағындағы жара, ойылған жерлерді емдеу үшін 10 мг сутегі тотығымен ауыз қуысында 5 минут бойы ұстаңыз. Жұтып қоюға болмайды. Осылайша сіз ауыз қуысын тазалап қана қоймайсыз, тісіңізді бірнеше тондарға ағартып, тіс қағының пайда болуынан да сақтанасыз. Дүкенде сатылатын ауыз қуысын шаюға арналған құралдардың орнына осы ерітіндіні пайдаланған дұрыс. Оны кәдімгі тіс пастасына қосып, араластырып қоюға да болады. Линзаларды залалсыздандырады. Кейде линзаларды дезинфекциялауға арналған ерітіндінің орнына сутегі тотығын қолдануға болады. Ол линзаны өте жақсы залалсыздандырады. Үй жинауды жеңілдетеді. Жоғарыда атап өткен қасиеттерден-ақ сутегі асқын тотығының микробтарды жоятынын байқаған боларсыз. Оның кішкентай мөлшерін шүберекке сеуіп алсаңыз, немесе тазалауға арналған құралға араластырып қойсаңыз, терезе, әйнек, айнаны жақсы тазартады. Тамақ ауруын басады. Тамағыңыз қатты ауырып жатқанда, жарты стакан жылы сумен 4 ас қасық сутегі асқын тотығын араластырып, жақсылап тамағыңызды шайыңыз. Сутегі асқын тотығы ауру туғызатын бактерияларды жоятындықтан, осылай тамақты шаю тұмау, жөтелдің алдын алады. Құлақты тазалау. 1-2 тамшы сутегі пероксидін жылы сумен араластырыңыз. Құлақ тазалауға арналған таяқшаны ерітіндіге батырып, әдеттегідей құлағыңызды тазалаңыз. Осылайша көп уақыттан бері жиналып қалған құлықты оп-оңай шығаруға болады. Сондықтан сутегі асқын тотығын дәрі қобдишаңыздан тастамаңыз. Достар, ақпаратым ұнады деген ойдамын. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Дендеріңіз сау болсын.